Мен Сапарниязова Гүлшехра, Ойнақ районы Баркамал Аулат балалар мектебінің Сардозлық төгерегі басшысымын. Мен 5 жылдан бері осы Баркамал Аулат балалар мектебінде оқушыларыма өзімнің қолыма келген өнерлерімді үйретіп келмектемін. Мен оқушыларыма осы Сардозлықтан тысқары өзімнің қолымдағы өнерлерімді кілемшілік, зардушылық, кестешілік һәм жұмсақ ойыншықтарды тоқып үйретіп келмектемін. Қазіргі заманауи һәм милли қол өнерлеріміз болған һәм мен өнерлерді өзім үйренуге әрекет қыламын. Һәм де оқушыларыма да соларды әрқайсысын жаңалық қылып көрсеткім келіп, соларды үйретіп келемін. Мен оқушыларыма қазіргі заманауи қол өнерлерімен моншақтардан сөмкелер тоқуды, одан әрқилы заттарын сатып қоюға, әртүрлі бұйымдарды тоқуды үйретіп жатырмын. Һәм де канва сөмкелерімізді тоқуды, оқушыларымыздың жарыстарда тоқыған өздерінің сөмкелері. 2017 жылы Бұхара viloyatына жібек кілем бойынша оқуға барып келдім. Һәм де зардозлық өнерін де қосып үйреніп келдім. Келгенімнен соң өнерменке 2017 жылы ағза болып, өзімнің үйреніп келген өнерлерімді жұмыссыз әйелдерге үйретіп отырдым. Һәм жұмыспенен бәнт қылдым. 2022 жылы Қырғызстан Республикасына жүнді қайта істеу бойынша тәжірибе арттыру үшін барып келдім. Ол жерде көптеген тәжірибелерге ие болып, келгенімнен кейін өзімнің ояқтан алып келген білімдерімді жұмыссыз отырған аяларға үйрету үшін кәсіпорын ашып, қазіргі уақытта жүннен аяқ киім істеуді һәм де жүн иіріп, жүн кілемдер тоқуды кәсіпорын қылып, үйлі жұмыссыз әйелдерді бәнт қылып отырмын. Осы өнерлерінің арқасында районымызда болып өткен көргізбелер һәм де жарыстарда қатынасып, белсенді орындарды алуға миясар болдым. Һәм де Қарақалпақстан Республикасына да шығып, белсенді орындарға ие болдым. Құрметті жоғарғы кеңесіміздің қолынан 2023 жылы Ватан пәдайысы көкірек нышанын алуға миясар болдым. Қазіргі уақытта Баркамал Аулат балалар мектебінің зардозлық төгерегі басшысы болып істеп келатырмын. Қазіргі уақытта менің қолымда 40 қыз оқушым бар. Қызларым қазіргі уақытта қол өнерлеріне, заманауи қол өнерлеріне қызығады. Оқушыларымды өздерінің әрқайсының өзінің қызығушылығына қарап, өнерлерді үйретіп келмектемін. Оқушыларымды Баркамал Аулат балалар мектебінде болып отырған әртүрлі жарыстарға қатынастырып, белсенді орындарға ие болып келмектеміз. Оқушыларымды елде осы қол өнерлеріне шеберлігін арттыруға, қызығушылығын арттыруға үлесімді қосамын деп ойлаймын. Мен өзім осы қол өнерлерге қызығамын. Осы қол өнерінің рауажландыруына һәм осы Баркамал Аулат балалар мектебінің елде рауажландыруына үлесімді қосамын деп ниет қыламын.